Сәлеметсіздер ме балалар? Математика пәні 4-ші сынып. 10, 100, 1000 сандарына көбейту және бөлу. Оқу мақсаты: таңбалы сандармен есептеулер жүргізгенде қосу және көбейтудің қасиеттерін қолдану. 10, 100, 1000 сандарына қалдықсыз және қалдықпен бөлу. Сабақ мақсаты: көп таңбалы сандарды 10, 100, 1000 сандарына қалдықпен бөлуді үйренесің. Санды 10, 100 және 1000-ға қалай бөлуге болатынын есіңе түсір. Берілген өрнектерді қандай екі топқа бөлуге болады? 10-ға, 1000-ға қалдықсыз бөлінетіндер. 21520-ны бөлеміз 10-ға, 2152-ге тең. 8000-ды бөлеміз 1000-ға, тең 8-ге. 10, 100, 1000-ға қалдықпен бөлінетіндер. 1446-ны 10-ға бөлгенде 144, 6 қалдық қалады. 12727-ні 100-ге бөлгенде 127, 27 қалдық қалады. 4658-ді 1000-ға бөлгенде 4, 658 қалдық. 60412-ні 1000-ға бөлгенде 60, 412 қалдық қалады. Дескриптор ережені еске түсіреді, екі топқа бөледі. 1 балмен бағаланасыздар. Есіңе сақта. Көп таңбалы сандарды 10-ға, 100-ге, 1000-ға қалдықпен бөлу үшін бөлгіштің соңында қанша нөл болса, бөлінгіштің оң жағынан сонша цифрды бөліп алу керек. Қалған сан бөліндінің мәні, ал бөліп алынған цифр қалдық болады. Бұл ережені міндетті түрде балалар жаттап аласыздар. Бөліндіде қанша цифр болады? Қалдықты бөлгішпен салыстыр. 540 123-ті 10-ға бөлгенде 54 12, 3 қалдық, 3 кем 10-нан. Қалған өрнектерді өздеріңіз осындай қылып шығарасыздар және салыстыратын боласыздар. Егер де тапсырманы осындай қылып орындаған болсаңыздар, сіздер дескриптор арқылы бағаланасыздар. Қалдықпен бөлуді орындайды, бөлінгішпен салыстырады. 2 балмен бағаланады. Үшінші тапсырма есепте. Өрнектердің орындалу ретін сақтап орындауымыз керек. 4500-ді 100-ге бөлеміз және оған 50-ді қосқанда тең. 450 қосылған 50 тең 500-ге. 567 азайту 623 бөлінген 7 қосу 13. Бұл жерде алдымен бөлу амалы орындалады. 567-ні жазып қоямыз, азайту 89 қосу 13. 580 азайту 89 тең 491-ге. Міне балалар, қалған өрнекті өздеріңіз осындай қылып шығарып аласыздар. Дескриптор амалдардың орындалу ретін біледі, 2 балмен бағаланады. Есептерді шығар. Әуе рейсіне 2 отбасы тіркелді. Бір отбасында 5 адам, ал екіншісінде 4 адам бар. Олардың әрқайсысы жүк бөліміне 2 чемодан тапсырды. Егер бір чемодан 12 килограмм тартатын болса, барлық тапсырылған жүк қанша килограмм болады? Ол үшін есептің алдымен шартын құрып аламыз. Бір отбасы 2 чемоданнан 5 адам. Қанша килограмм екені белгісіз. Екінші отбасы 2 чемоданнан 4 адам. Екінші отбасы 2 чемоданнан 4 адам. Қанша килограмм екені белгісіз. Бір чемодан 12 килограмм тұрады. Ол үшін шешуге 2005-тің көбейтіндісін көбейтеміз 12-ге. 120 килограмм. Бірінші отбасы 2 мен 4-тің көбейтіндісі көбейту 12 тең 96 килограмм. Екінші отбасы. Енді барлығын табу үшін осы 2 отбасындағы қанша килограмм болды, сол килограммдарды бір-біріне қосамыз. 120 мен 96-ның қосындысы тең 216 килограмм. Жауабы барлығы тапсырылған жүк 216 килограмм болады. Екінші есепте де балалар осындай қылып шығарасыздар. Есептің мазмұнымен танысып аласыздар, шартын құрасыздар және шешуін тауып шығарасыздар. Егер де сіздердің шығарған есептеріңіз менің шығарған есебіммен 5-ші тапсырма көрсетілген өлшем бірліктерімен өрнекте. 10 см квадрат тең 1000 метр квадратқа. 1 метр квадрат тең 10 000 см квадрат тең миллион метр квадратқа. Миллион метр квадрат тең 1 километр квадратқа. 5 дециметр квадрат тең 500 сантиметр квадратқа. 50 000 метр квадрат. Дескриптор көрсетілген өлшем бірліктермен өрнектейді, 1 балмен
бағаланады. 6-шы тапсырма. Алия квадрокоптерге ақша жинап жүр. Егер ақшасы жетпей қалатын болса, үлкен ағасы ақша қосып беруге уәде берді. Қай модульді сатып алуға ақшасы жетеді? Басқа модульдерді сатып алу үшін қанша ақша қосу қажет? Шешуі: 100 қосылған 50 қосылған 20 тең 170 евро. 170-тен азайтамыз, 165 тең 5 евро қажет болған екен. 192-ден азайтамыз, 170-ті тең 22 евро. 210-нан азайтамыз, 170-ті тең 140 евро. Жауабы: Алияның ақшасы бір модульді алуға жетеді. Басқа модульді алу үшін 22 евро немесе 40 евро қосу қажет. 7-ші тапсырма. 5-ке бөліну үшін келесі сандардың әрқайсысына қандай екі кіші санды қосу қажет? 1123-ке 2-ні қоссақ, 1125 саны 5-ке бөлінеді. 560.112-ге 3 санын қоссақ, 560.115 саны. 300.580 санына 2-ні қоссақ, 300.585 сан шығады. Міне ары қарай осындай және тексеруге болады. 1125-ті 5-ке бөлгенде 225-ке тең. 560.115-ті 5-ке бөлгенде 112.023-ке тең. Дескриптор: 5-ке бөлінуі үшін келесі сандарға қандай сандарды қосуды біледі? 2 балмен бағаланады. Ойлан және жауап бер. 3 ағайынды үстелде жатқан жаңғақтарды қалай бөлуге болатынын ойлануда. Арман былай деді: егер әрқайсымыз 8 жаңғақтан алатын болсақ, 2-і артық қалады. Ал 9 жаңғақтан алатын болсақ, 1 жаңғақ жетпей қалады. Үстелде барлығы қанша жаңғақ болған? Есептің шартын құрамы: 8 жаңғақ 2-і қалады. 9 жаңғақтан 1-і жетпей қалады. Барлығы 3 ағайынды екен. Ол үшін 3 пен 8-дің көбейтіндісі 24, 3 пен 9-ның көбейтіндісі 27. 24-ке 2 қоссам 26, 27-тен 1-ді алып тастаймыз, 26-ға тең. Жауабы: үстелде барлығы 26 жаңғақ болған. Дескриптор: есептің шартын құрады, шешуін табады, жауабын жазады. 2 балмен бағаланасыздар балалар. Қалдықпен бөлуді орында. Бұл жерде өрнектер берілген екен. Сол көп таңбалы сандарды 100-ге, 1000-ға, 10-ға бөлу қажет. Мысалға 45.859 санын 100-ге бөлгенде 458, 59 қалдық қалады. 985.120-ны 1000-ға бөлгенде 985, 120 қалдық қалады. 360.025-ті 10-ға бөлгенде 360.002, 5 қалдық қалады. 254.201-ді 100-ге бөлгенде 2542, 1 қалдық қалады. 682.002-ні 1000-ға бөлгенде 682, 2 қалдық қалады. 703.470-ті 100-ге бөлгенде 7034, 70 қалдық қалады. Дескриптор: қалдықпен бөлуді орындайды, 1 балмен бағаланады. Кері байланыс, білім сандығы. Сабақты өте жақсы түсіндім, қызықты болды. Сабақты жақсы түсіндім. Тақырып бойынша әлі ізденуім керек. Міне балалар, өздеріңіз сабаққа кері байланыс жасайсыздар. Сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет балалар. Сау болыңыздар.